Сәлеметсіздер ме? Мен зерделі ақыл-ой дамыту орталығының қазақ тілі мұғалімі Жанар Қайырбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сілтеу есімдіктері. Сілтеу есімдіктері сөйлеушіге алыс я жақын маңдағы заттарды, құбылыстарды сілтеу, нұсқау, көрсету үшін қолданылады. Сілтеу есімдіктері мыналар: бұл, сол, сонау, ол, осы, осынау, міне, мына, мынау, әне, ана, анау. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сілтеу есімдіктерін табыңыздар. Бұл мектеп. Бұл сөйлемдегі сілтеу есімдігі бұл болып келеді. Екінші сөйлем: мына партада мен отырғанмын. Осы сөйлемдегі сілтеу есімдігі мына. Келесі сөйлем: осы мектепте мен оқығанмын. Осы сілтеу есімдігі болып келеді. Бұл, сол, ол сияқты сілтеу есімдіктеріне көптік, септік жалғаулары жалғанғанда түбір соңындағы «л» дыбысы түсіп қалады. Мысал келтіретін болсақ, бұл сілтеу есімдігіне көптік лар жалғауын жалғаған кезде «л» дыбысы түсіп қалып, бұлар болады. Сол сілтеу есімдігіне лар көптік жалғауын жалғау арқылы солар деген сөз пайда болады. Ол сілтеу есімдігіне лар жұрнағын жалғаған кезде «л» дыбысы түсіп қалып, олар деген сілтеу есімдігі пайда болады. Сілтеу есімдігіне бірнеше мысал келтіре кетейін. Балалар сенбілікке шықты. Балалар сөзінің орнына олар деген сілтеу есімдігін алып, олар сенбілікке шықты деп айтуымызға болады. Келесі сөйлем: оқушылар ауланы тазартты. Оқушылар сөзінің орнына бұлар ауланы тазартты деп те айтуымызға болады. Оқушылар ауланы тазарту үшін алған құралдарын бір жерге жинап, соларды қоймаға апарды. Осы сөйлемнің ішіндегі соларды деген сөз сілтеу есімдігі болып келеді. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сілтеу есімдіктерін теріп жазыңыздар. Сәлеметсіз бе? Жандос осы үйде тұрады ма? Сәлеметсіз бе? Жоқ. Жандос ана үйде тұрады. Ол үйге қалай баруға болады? Мына жолдың арғы жағына өтесіз. Рахмет. Мен мына кітапты Жандосқа бермекші едім. Асығыс болсаң, бұл кітапты Жандосқа мен берейін. Көп рахмет. Мәтіннен таныстыңыздар, енді осы мәтінде кездесетін сілтеу есімдіктерін теріп жазуымыз керек. Сонымен, осы мәтіннің ішіндегі сілтеу есімдіктері осы, ана, ол, мына, мына, бұл. Өздеріңіз байқағандай, сілтеу есімдіктері зат есімнің алдында тұрады. Құрметті достар, мен бүгін сіздерді сілтеу есімдігімен таныстырып өттім. Бүгінгі сабақта кездескен сілтеу есімдіктерін жаттап алып, күнделікті өмірде пайдалануды үйреніңіздер. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, зерделі ақыл-ой дамыту орталығы мұғалімдерінің сабағын көруге шақырамын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта кездескенше, хош, сау болыңыздар.